Әкім Нұрдәулет Қилыбайдың тоқалы Тұрсынбектің тоқалын жақтап шықты. Тұрсынбек Қабатовты қолдайтын кейіп танытқан экс-депутат Мөлдір Мұханованы жақтап жазба жариялаған белгілі әнші Қарақат Әбілдинаға шүйлікті. Бұл туралы Демократ.kz сайты хабарлайды. Қарақат ханым пост жазыпты ғой. Ол кісіні мүлде ондай деп ойламаппын. Мөлдірге жаным ашиды депті. Ол ешқандай жанашырлық емес. Ол хайп қуған, хайпажор деп айтуға болады. Жаны ашитын адам екінші жақтағы 3 баланың анасын жерден алып жерге салмайды. Өзі де бәйбіше емес, тоқал. Қазір ол кезде Қыдырәлі ажырасқан болды деп шығуы мүмкін. Әңгіме ондай емес, бірақ өзінің де бәйбіше емес, тоқал екені анық, деп белгілі әншінің әрекетін сынға. Әкім Нұрдәулет Қилыбайдың тоқалының Қарақат Әбілдинаға қарата айтқан сыны желіні тағы да қыздырып жіберді. Қарақаттың Мөлдір Мұхановты қолдаған жазбасын жанашырлық емес, хайп деп бағалауы көпшілікке тосын болған сияқты. Өзі де тоқал деген сияқты жеке өмірге тиісетін айыптаулар талқылауды жанжал деңгейіне шығарып жіберуі мүмкін. Бұл пікір жеке адамның ар-намысына қатысты болғандықтан қоғам екіге бөлініп, бірі Қарақатты жақтаса, енді бірі қарсы тарапты қолдауы мүмкін. Мұндай ауыр айыптаулардың негізсіз, дәлелсіз айтылуы әлеуметтік желі мәдениетінің қаншалықты төмендеп кеткенін көрсеткендей. Біреуді қорғау үшін басқа біреуді төмендету жанашырлық емес, тек жанжалға жанармай құю ғана деп ойлаймын. Қарапайым азаматтар үшін де, танымал тұлғалар үшін де жеке өмірге қатысты сөзді абайлап айту үлкен жауапкершілік. Әйтпесе қоғамда отбасылық құндылықтар жайлы әңгімеден гөрі өсек пен айыптаудың бәсі артып барады.